Иса жер бетінде жүрген кезде өте көп таңғажайып кереметтер жасайды. Соның бірі Шимон Петр сол Исаға сенгендіктен өте көп балық ұстаған туралы айтқым келеді. Және Исаның кім екенін ол түсінеді сол кезде. Бір күні Иса Генесарет көлінің жағасына адамдарға уағыз айту үшін сол жерге келеді. Сонда адамдар иықтарын тіресіп, барлығы сол Исаның тәлімін тыңдау үшін қасына келіп тұрады. Иса Петрдің жаңа қасындағы серіктестерін балық аулап сеткісін жинап жатқанын көргендіктен оларға өтініш жасайды: қайығыңызбен келіңіз, сол жерде үстінде тұрып сол тәлім беру үшін. Иса сол жерде тәлім береді. Адамдар прямо Исаның сөзін есту үшін иін тіресіп қасында тұрады. Сол сөзі еті керемет болады. Сосын Иса Петрге айтады: жүр, енді көлдің ортасына барып ауыз алды. Петр сол кезде таң қалады. Мен түні бойы ұстай алмадым. Енді ол шаршаса көрінеді, енді түні бойы ұстай алмадық. Серіктестеріммен бірде-бір балық ауламай сыртта шығып тұрмыз деген соң Исаға айтады: егер де Иса сен айтып отсаң, онда мен барып ауыз алып көрейін деп. Сөйтіп ауыз алған кезде өмірінде ұстап көрмеген балықтарды аулайды. Өте көп. Сосын достарын шақырады: біз балықты жинап үлгере алмай жатырмыз, келіңдер бізге көмектесіңдер. Сөйтіп достары да таң қалады: бізде де өте көп ауларымызда, бізде үлгере алмай жатырмыз деп. Сөйтіп қайықтары өте көп балыққа толады. Таңғажайып нәрсе болды сонда. Сол кезде Петр Исаның кім екенін түсінеді. Сол кезде айтады: мен күнәһармын, менің қасына кетейін. Жоқ, Иса ол кезде оған айтады: жоқ, мынау балықтарды осылай ұстаған сияқты маған да адамдарды осылай жинап әкелесің деп. Сөйтіп Шимон Петр, Жохан, қасындағы шәкірттері барлығы еріп Исаға шәкірт болып береді. Сондай таңғажайып нәрсе болады.